Енесі мен абысының дуалаған келін. Екінші бөлім. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтын ақыл-кеңестерін тыңдағым келмей, үнемі қашып жүретінмін. Бір жаққа шығар болса, енем, қызым, ақшаң бар ма? Қызым, не керек? Пәленшеге айтайын, машинасын мен апарып тастасын деп отыратын. Ал мен бір жаққа барар болсам, ештеңемен шаруасы жоқ, ақша бар, ақшаң бар ма деп сұрамайды да, сұрамауға да негіз бар. Өйткені мен күйеуімнен ақша алу үшін түрлі айла тәсіл қолданатынмын. Екі еркекте ақшаны аналарына әкеліп тапсыратындықтан, енем күйеуімнің маған ақша беретінін біліп, сол себептен де сұрамайтын болса керек. Ал абысыным болса, қайынағамның миын жеп, ақша алу үшін өтірік, бейшара адамның кейпіне еніп, жыламсырап айла қолданбайды екен. Міне, сондықтан да енем оған үнемі ақша беріп отыратын. Ал менің бойымды қызғаныш билеп, неге маған бермейді, неге менен сұрамайды, мені жек көреді деп енемді жек көре бастадым. Қазір ойласам, енем берді не, күйеуімнен алдым не, бәрібір сол ақша емес пе? Әттең сол кезде осыны ұғына алсам ғой. Ұлының жыртығын жамап, асын әзірлеп, киімін үтіктей алмайтын, үйге келген кісіге ас суын ұсына алмайтын, ұйқыдан көз ашпайтын келін қай енеге ұнайды дейсіз? Өзімнің қазір ұлым келін алар кезге жетіп жатыр. Егер де ұлым дәл сол кездегі өзім секілді қызды жар етіп үйіме әкелсе, өзім секілді келінге мен бір сәтте төзе алмас едім. Сол кезде менің мінезіме төзіп шыдаған енеме мың рахмет. Үйге келген кісілер де, енем де абысынымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме бір жылдай болса да құрсақ көтере алмадым. Ал абысыным үшінші перзентіне жүкті болып, жүктілігі өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып, түсіп қалуға шақ жүрді. Бетін тыжырайтып, жаны қиналғанын көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді. Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы да солай ойлайды деген рас екен-ау. Сол кезде абысыным тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып, демалмақшы деп ойладым. Неткен ақмақпын. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналғанын қазір ойласам, жүрегім езіледі. Жүктілігі 6-шы айға жеткенде есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішінде екі бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеме келмеген кезім, өтірік қойылым көріп тұрғандай ешқандай аяныш сезімім болған жоқ. Жедел жәрдем келіп алып кетіп, құрсағындағы сәбиінен айырылып қалғанын естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім. Бірақ бұл аяушылық сезімі менің бойымдағы қызғаныш отын сөндіре қойған жоқ. Көзбен көріп қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысыным біршама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем асты-үстіне түсіп, бар жағдайын жасады. Үйде жағдайы болмай дене қызуы мен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны төркініне аз уақыт болса да күтініп қайтуға жіберді. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп енем бірнеше күнге төркініне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағамның темір кесетін болгаркасын алып жуан ағаштарды майдаламақ болған ғой. Болгарканы қосып қалған кезде әлгі ортасындағы дөңгелек арасы шыр айналып ұшып шығып, енемнің оң қолының білегін осып кетті. Ойбайлаған дауысты естіп, сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынып отыр екен. Сүйегі көрініп тұрғанын көріп, денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп, ауруханаға алып кетті. Жарақатын танып, қолын тіктіріп, қайта келді. Араға 2 күн салып, күйеуім 3 қорап қызанақ алып келді. Біреулер жұмыс ақысының орнына берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап деді. Мен ондай жұмысты өмірімде жасап көрмегенмін. Беттей алмай жүргенімде бір күн тұрып былжырап босаған қызанақтарға шыбын-шіркей үймелеп
басталды. Оны көріп жиркеніп мүлдем жолағым келмеді. Ол кезде ысырап, обал не екенін білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып бөлмеме кіріп ұйықтап қалыппын. Бір кезде көзімді ашсам, абысыным келіп тұр. Абысын, келдіңіз ба? Қалайсыз? Ұялмайсың ба? Не жатсыз мынау? Ана жақта қолы кесіліп, үзіліп түсіп қалайын деп әрең жүрсе де, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сенің жатысың мынау. Жаппай-ақ қойсын. Ол кезде тәкаппарлық бойымды билеп тұрған кез. Ешкім оған істе деген жоқ қой. Сен істемеген соң өзі істемегенде қайтсын. Соншама қызанақты ерітіп қоқысқа тастауы керек пе? Жап-жас адам ғой. Қимылдағаны өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой. Ал сонда сен жемейсің бе? Айтып тұрған сөзін қарашы. Бол, шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпаймын, қайтесің ал. Осы күнге деген мен саған үндемей істеген ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйлама, бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейінгінің бәрін баяндап сенің сазайыңды тарттырам. Абысыным ашулана шығып кетті, не істерімді білмедім. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақын қалыпты. Қатты уайымға салынғандікі ма, әлде тамақ жей сала жатып қалғандікі ме, әйтеуір жүрегім айнып құсқым келе бастады. Күйеуім әне-міне дегенше келіп қалады. Дереу пакет алып, пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап ете қалғанын білмеймін, өзімді күйеуіме жүкті етіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әп-сәтте белім ауырып, жаным қинала бастады. Итеккірім келетін уақыты да болып қалған болатын. Ер адамдар оқыса ұят екенін білемін, бірақ толық жазуға міндеттімін. Ауырғанына шыдай алмай, екі бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қалыпты. Екі сауылатын сиыр бар, нан тамақ істеу керек. Оған қоса банкі жауып абысыным мен енем әбіржіп жатыр екен. Содан не керек, абысыным қайта бөлмеме кіріп келді. Банка жаппасаң да, тым құрыса тамақ істесең қайтеді. Өзіңде ішесің ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. Бір апта бұрын бала туған. Қолын болгарға кесіп атып кеткен апам екеумізден жамансың-ау. Мына жалқаулығың сенің түбіңе жетіп тынады. Расымен ауырып тұрмын. Сенбесең өзің біл. Сені сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін, маған енемнің орнына ене болмай-ақ қойшы. Енем әлі тірі, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұрсатын сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан, әйтпесе сендей келінді басқа ене үйінде бір сәтте ұстамас еді. Абысыным осылай деді де шығып кетті. Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқаласып жатқанымызды естіп қойған секілді.